Ақылдың кені арнасына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бауырды тазалап әрі емдейтін бес тұнба. Бауыр ағзадағы тазалаушы құрал, әсіресе тамырымызда ағатын қанды тазалайды. Бірақ біздің жағымсыз әрекеттеріміз, салауатты өмір салтын сақтамағанымыз, көп көлемде дәрі қабылдағанымыз бауырға зиянын тигізеді. Салдарынан бауыр улы затқа толып, жұмысы нашарлайды. Ол үшін не істейміз? Осы орайда бауырды дәрісіз қалай тазалаймыз деген сұрақтың тууы заңды. Оған жауап ретінде мына әдістерді ұсынамыз. Сәбіз тұнбасы. 2-3 дана сулы әрі балғын сәбізді шырынсыққыштан өткізіңіз. Оған қант қоспайсыз. Дайын болған шырынды 200 миллиграмм минералды газсыз сумен араластырыңыз. Дайын болған емдік сусынды өте жай ұрттамнан ішесіз. Емді күнде таңертең ашқарынға жүргізу керек. Емделу ұзақтығы бауырдың жағдайына қарай 3,5 айдан 8 айға дейін жалғасады. Мейіз тұнбасы. Бізге керегі 400 миллиграмм су мен 150 грамм мейіз. Алдымен мейізді тазалап, жуасыз, ыдысқа қажетті суды қойып, отқа қойыңыз. Қайнап шыққан соң мейізді салып, 20 минуттай баяу отта қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң отты өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Таңертең тұнбаны сүзіп алып, аздап жылытып ішесіз. Емдік қасиеті мол тұнбаны таңертең ашқарынға ішу керек. Сосын 30-35 минуттан кейін таңғы асқа отырасыз. Осылайша үзбей 4 күн жүргізесіз дегенмен, екінші күн ақ керемет нәтижесін көресіз. Тұнбаны мейлінше түнде дайындағаныңыз дұрыс. Мейіз тұнбасының денсаулыққа ешқандай да зияны жоқ. Тіпті мыра немесе бір апта бойы ішсеңіз де болады. Бірақ ем кезінде майлы қышқыл мен алкогольді ішімдікті шектеу керек. Сұлы тұнбасы. 3 литр ыстық суға 1 стақан сұлыны салып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 10-12 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 200 миллиграммнан ішесіз. Емді күніне 2-3 рет қабылдау керек. Термосқа 1 стақан сұлы, 3 ас қасық ұнтақталған ит бүлдірген жапырағы мен ас қасық ұнтақталған қайың бүршігін саласыз. Үстіне 4 литр су құйып, тұндырып қойыңыз. Ертеңіне мына тұнбаны әзірлейсіз. Ол үшін 1 стақан кептірілген ит мұрын шиповник мен 2 ас қасық таранды споршы араластырасыз. Оған 100 миллиграмм су құйып отқа қойыңыз. Ыдысты баяу отта 15-20 минуттай қайнатыңыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алыңыз. Енді 2 түрлі тұнбаны араластырып, 100-150 миллиграммнан ішесіз. Емді күнде тамақтанудың алдында қабылдаңыз. Емделу мерзімі 2 апта. Ақжелкен тұнбасы. Бір бума ақжелкенді тазалап жуып алып ұсақтап турайсыз. Оған 4 дана сулы сәбізді, 2 сабақ балдыркөкті және 2-ден 1 дана лимон қосып блендермен араластырасыз. Дайын болған. Сұйықтықты таңғы астың алдында ішесіз. Шөптер тұнбасы. Жарты литр қайнаған суға 3 ас қасықтан ұнтақталған ит мұрын, бақбақ және қалақай шөптерін саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып бұру керек. Сусын салқындаған кезде сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 3 рет ішіңіз. Емді тамақтанудан 30-40 минут бұрын жүргізесіз. Бұл тұнба зат алмасуды жақсартады, өттің жұмысын реттейді, бауырдағы шлакты шығарады. Емделу ұзақтығы 1 ай. Араға 2 ай үзіліс жасап, емді қайта жүргізуге болады. Аталған 3 шөптің де атқаратын қызметі орасан зор. Ит мұрын зат алмасуды жақсартып, өттің шығуын тездетеді. Бақбағы бауырды улы заттан шлактан керемет тазартады. Қалақай өттің тез әрі дұрыс шығуына ықпал етеді. Сонымен қатар өт жолдарын шлактан тазалайды. Ендеше дәріханадан қолжетімді бағада сатылатын осы 3 шөпті алып, бауырды жуыңыз. Бауыр шлактан тазарса, ағзаның саулығы жақсарады, көңіл күйіңіз көтеріледі, иммундық жүйеңіз нығаяды. Ақылдың кені арнасына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.